Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пән мұғалімі Оразбекова Амангүл Шаймұратқызы. 1 май орта мектебі, Қарасай ауданы, Бекболат ауылы. 10 сынып. Мұхтар Мағауин, Шақан-Шері романы және ұлттық мүдде. Сабақтың мақсаты әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Құрметті оқушылар, бүгін сіздердің білетіндеріңіз шығармадағы ұлттық құндылықтар, әлемдік тақырыптағы үндестік, шығармада көтерілген мәселелер. Сенің меңгеретінің шығармадағы ұлттық құндылықтарды анықтау, ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыптар мен үндестігін ашамыз, және көтерілген мәселелерді анықтау, шығармада көтерілген мәселелердің жаңашылдығына сыни баға беру. Мұхтар Мағауиннің Шақан-Шері романынан үзінді. Табиғат пен адам арасындағы байланыстың үзілгенін баяндай отырып, көшпелі жұрт үшін құнды болған қастерлеуге тиісті дүниелерге тоқталып өтеді. Сондай ұлттық құндылықтың бірі, яғни тұрақты тіркестер. Орын жағынан әбден қалыптасқан, құрамы өзгертуге келмейтін, бәрі тұтасып, бір мағынаны білдіретін бір ғана сөйлем мүшесі ретінде қолданылатын тіркесті біз тұрақты тіркес деп атаймыз. Тұрақты тіркестер ғылыми тілде фразеология, фразеологизм деп аталады. Енді Мұхтар Мағауиннің Шақан-Шері романындағы мына үзіндіні алайық. Шақанның еңсесі жазылмады, көңілі сейілмеді. Ықыласпен танытқан, бірақ жетекке ермеді, үгітке көнбеді. Қаралы қоныста құм мен ну шектескен, меңіреу ішінде жалғыз өзі қала берді. Балам мен әйелімнің жылын күтем. Берілген үзіндіде автор қайғырған Шақанның жай күйін сипаттау үшін еңсесі жазылмады, көңілі сейілмеді деген тіркесті қолданып отыр. Автор өз қажетіне қарай тілдік фразеологизмдің фразеологиялық тіркестерін орынды қолданып, өз кезегінде әдеби тілдің дамуына үлкен үлесін қосып отырғанын көреміз. Бір сәтте отбасынан айырылған Шақанға есін жиып, қалыпты өмірге көшу қиындық келтірді. Өз жұрты, нағашы жұрты қанша өтінсе де оларға ермей, қаралы қоныста әйелі мен баласының жылын күтуге бел байлады. Қазақ халқында адамның дүниеден өтуіне байланысты жасалатын ежелден қалыптасқан, атадан балаға беріліп келе жатқан рәсімдер мен жоралғылар бар. Ол халқымыздың ұлттық құндылығы. Мысалы, Шақанның әйелі мен баласы дүниеден өткен үй қаралы үй деп есептеледі. Қаралы үй адамы өлген азалы отбасы. Дәстүрлі қазақ қоғамында кісі өліп, өмірден өткен үйдің түндігі түріліп, үй ішінен найза шаншылады да, оның сыртқа шығып тұрған ұшына қаралы ту тігіледі. Дүние салған адам жас болса қызыл, қарт болса ақ, орта жастағы адам болса қоңыр түсті ту тігіледі. Шақан әйелі мен баласының жылын күтуге бел байлаған болатын. Жылын күту, жылын беру кәдесі өлім жетінде жасалатын кәденің соңғысы, еске алу рәсімі. Автор қазақ халқының салт дәстүрлерін шығарманың көркем сипатын көрсету үшін шынайы орынды қолданған екен. Тұрпатың тумаса да туғандай, мен сендей ерге әке болуға жарамайтын жаманшалы емеспін. Төріме төсегіңді сал, бел балам бол. Асық жілік ұстатып, ат шаптырып той жасаймын. Ақ орда тігіп, атаулы еншіңді бөліп беремін. Ілгеріде қалың керей, артта сыңсыған найман. Қалаған жеріңнен қалыңдық айттырып, келін түсіремін. Бұл Атабек ақсақалдың сөзі еді. Шығарманың өн бойында автор Атабек ақсақалды ақылдың дариясы, көпті көрген көнекөз бейнесінде сипаттайды. Атабек ақсақал Шақанды жақын тартып, бел балам, туған баламдай бол деген ұсыныс айтады. Тіпті ақ орда тігіп енші бермек болады. Бұл жерде енші беруде қазақ халқының дәстүрі. Енші дегеннің өзі қазақ дәстүрінде үйленген баласын отауға шығарғанда ата-анасының бөліп беретін мал мүлкі, балаға тиісті үлесі. Енші үлкен ата, әке, олар жоқ болса ұлдың үлкені бөледі. Қара шаңырақ пен ата-ана кенже баланың қолында қалады.
Дәстүр бойынша ұлдың үлкені әке дәулетінің 3-тен 1-не, кенже 2-ден 1-не, ортаншылар 4-тен 1 үлесіне ие болады. Романда Іле өзені бойындағы жолбарыспен жекпе-жекке шығып, тұқымын құртуға бел байлаған ержүрек аңшы Шақанның өмірі суреттеледі. Жазушы шығармада қазақтың ежелгі аңшылық өнерін этнографиялық дәлдікпен суреттеп отырғаны сезіледі. Әндеткен бойы керегені жағалай тұтқан қалың киіздің басына ілінген белдікті алды. Оң жағында бүйрекше пішінде үлкен күмісті кісе, ортада құты, сол жағында ауыр селебе салынған сүйекті қын, салақтаған оқшантай мен жез-жиекті дәндеку. Дәндеку шақпақ пен оттығын суырды. Беті жалпақ жұмыршы ақ тас, жапырақтай ғана қызғылтым жолақты күрең тас. Бірін Талғардың өзенінен, екіншісін тауынан алып еді. Енді сіздерге тапсырма. Тұрақты тіркестің мағынасын анықтаймыз. Еңсесі жазылмау, көңілі сейілмеу, қайғыру, қызғану, көңілі толмау. Үзінді мен тұрақты тіркестің арасындағы мағыналық байланысты анықтаймыз. Шақанның еңсесі жазылмады, көңілі сейілмеді, ықылас пейілін танытқан, бірақ жетекке ермеді, үгітке көнбеді. Қаралы қоныста құм мен ну шектескен, меңіреу ішінде жалғыз өзі қала берді. Балам мен әйелімнің жылын күтем. Тұрақты тіркес. Еңсесі жазылмады, көңілі сейілмеді. Шақанның жолбарыс атаулыға кектенуі, отбасынан айырылған Шақанның қайғыруы, көңілі қайтып келген ағайынның ризашылығы. Үзіндіге сәйкес келетін тақырыпты анықтаңыз. Шақанның еңсесі жазылмады, көңілі сейілмеді, ықылас пейілін танытқан, бірақ жетекке ермеді, үгітке көнбеді. Қаралы қоныста құм мен ну шектескен, меңіреу ішінде жалғыз өзі қала берді. Балам мен әйелімнің жылын күтем. Жоқтау айту, өлген адамның жылын күту, баланы қырқынан шығару, ескерту. Көп нүктенің орнына ұлттық болмысын анықтауға мүмкіндік беретін сөздерді анықта. Қазір от жағамыз құлыншақ, деді ажар. Сен тұра ғой енді, деді сосын шаңыраққа қарап бұйығып жатқан күйеуіне. Балам, ұлым, құлыншақ, сәлмен. Қажет сөзді көп нүктенің орнына қоямыз.